Ассалаумағалейкум. Менің YouTube арнамда ең жиі қаралған видео ол Қазақстанда орыс тілі ресми тіл ме деген видеоның екінші бөлімі. Сол бейнежазбада мен ресми тіл мен мемлекеттік тілдің арасында қандай айырмашылық бар екенін түсіндіріп бердім. Ол ақпаратты мен Википедияда алдым. Википедияда ол ақпарат қателеспесем қазақ энциклопедиясынан алынды. Енді сол Википедиядағы мақалада бәрі әдемі жазылған. Мемлекеттік тілдің статусы жоғары, ресми тілдің статусы одан әлдеқайда төмен. Мемлекеттік тіл мемлекеттің қорғауында болады, ресми тіл мемлекеттің қорғауында болмайды деген сияқты сөздер жазылған. Бірақ іс жүзінде, іске келген кезде бұның бәрі бос сөз болып қалады. Іс жүзіне келгенде жағдай мынандай. Бізде Қазақстанда қазақ тілі мемлекеттік тіл болса да, оның сондай керемет бір күші жоқ. Ол бүкіл салаларда қолданылмайды. Бірақ керісінше, орыс тілі мемлекеттік тіл болмаса да, ол бүкіл салада қолданылады. Неге солай? Мен бұл тақырыпты ұзақ уақыт бойы зерттедім. Тілдер туралы заңды сан мәрте оқыдым. Оны бүге шегесіне дейін оқып, қайта-қайта түсінбеген жерлерді оқи бердім. Заңгерлерден кейбір түсініксіз тұстарын сұрадым. Кейбір жерлерін сұрастырып анықтап алдым. Сөйтіп, мынандай қорытынды жасадым. Бізде Қазақстанда қазақ тілінің әкетіп бара жатқан сондай күші жоқ. Өйткені ол мемлекеттік тіл болса да, тілдер туралы заңда былай деп жазылған. Мемлекеттік тіл тек 4 салада ғана қолданылады. Ол мемлекеттік басқару, заң шығару, сот ісін жүргізу және іс қағаздарын жүргізу. Болды. Тек осы 4 салада ғана мемлекеттік тілдің күші бар. Басқа салаларда мемлекеттік тілді қолдану міндет емес. Сондықтан біз, мысалы, жекеменшік компанияларда, дүкендерде бола ма, банктерде бола ма, кез келген бір қызмет көрсету саласында қызметшіден қазақ тілін талап ете алмаймыз. Ал енді тұтынушылардың құқын қорғау туралы заңда былай деп жазылған. Ол жақта мысалы сатушының немесе қызметшінің міндеттері деген бап бар. Сол бапта былай жазылған. Ол қазақ тілінде және орыс тілінде өзінің сататын тауары туралы немесе көрсететін қызметі туралы ақпарат беруге міндетті деп жазылған. Ақпарат беруге міндетті деп жазылған, қызмет көрсетуге міндетті деп жазылмаған. Қазақ тілінде қызмет көрсетуге міндетті деген заң жоқ. Тек ақпарат беруге. Бұл ақпарат ол тек жазбаша ақпаратқа ғана қатысты айтылған. Ауызша ақпаратқа қатысты емес. Сондықтан біздің қазақ тілін талап еткен кезде қолымыз байлаулы. Біз көп нәрсе талап ете алмайды екенбіз. Тек көрнекі ақпаратқа қатысты ғана заңның орындалуын талап ете аламыз. Оның өзінің жазасы өте жеңіл. Азаматтық істер туралы кодексте бұған қатысты жаза небәрі ескерту ғана. Тек ескерту жасалады. Ескерту жасалғаннан кейін, егер 1 жыл ішінде бұл заң бұзушылық түзелмесе, онда 10 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. 10 АЕК дегеніміз қанша? Ол бір 30 мың теңгенің төңірегінде. 1 жыл ішінде сонда кез келген бизнес иесі 30 мың теңге төлеп құтыла салады. 1 жылда 30 мың теңге төлейді де, сол заңды бұзып ары қарай жұмысын жалғастыра береді. Міне, қазақ тілінің заң жүзіндегі жағдай өте мүшкіл. Ол мемлекеттік тіл болса. Ал енді орыс тілінің статусы неге сондай жоғары? Өйткені көптеген қазақтар қазір қате түсінеді. Конституция орыс тіліне күш беріп отыр деп ойлайды. Бірақ іс жүзінде ондай емес. Конституцияда орыс тілі туралы не жазылған? 7-ші баптың 2-ші тармағында жазылған. Орыс тілі қазақ тіліне тең дәрежеде тек 2 жерде ғана қолданылады. Ол мемлекеттік ұйымдар мен жергілікті өзін-өзі басқару орындары. Мемлекеттік ұйымдардың не екенін өздеріңіз білесіздер, министрліктер, тағы да басқа сондай мекемелер. Ал жергілікті өзін-өзі басқару орындары дегеніміз ол мәслихаттар, қалалық, аудандық, облыстық тағы басқа. Тек осы мекемелерде ғана орыс тілі қазақ тіліне тең дәрежеде қолданылады. Және жеке дара қазақ тілінің орнына емес, қазақ тіліне тең дәрежеде. Болды. Одан басқа Конституцияда орыс тіліне ешқандай күш берілмейді. Сондықтан қазір біздің шулап жүрген әңгімеміз орыс тілін Конституциядан алып тастау керек деген, оның бәрі бос әңгіме. Ол үлкен өзгеріс әкелмейді. Біз орыс тілін Конституциядан алып тастасақ та, жағдай еш өзгермейді. Өйткені орыс тіліне күш беріп тұрған Конституция емес, оған күш беріп тұрған Қазақстан Республикасының тілдер туралы заңы. Өйткені тілдер туралы заңның қандай бабын оқымасаңыздар, бүкіл жерде орыс тілін міндет қылып қойған. Бұл нағыз қазаққа қарсы жазылған заң. Сондықтан бәріңізге кеңес беремін. Дұрыстап тілдер туралы заңды оқыңыздар. Егер сол заңды ашып қарасаңыздар, бүкіл жерде орыс тілін міндеттеп қойған. Мысалы, заң беру қазақ тілінде және орыс тілінде. Заң шығару, кешіріңіздер. Заң шығару қазақ тілінде және орыс тілінде. Сот ісін жүргізу қазақ тілінде,
орыс тілінде және кейбір жағдайларда басқа тілдерде. Әскери салада бүкіл жерде қазақ тілімен бірге орыс тілі міндетті. Және ең маңызды екі нәрсе, білім беру саласы мен бұқаралық ақпарат құралдарында да орыс тілі міндетті. Мысалы, қателеспесем, тілдер туралы заңның 16 бабында білім беруге қатысты орыс тілі Қазақстан Республикасы бойынша міндетті пән деп жазылған. Міндетті бүкіл мектептерде орыс тілі міндетті түрде оқытылу керек. Және мемлекет тарапынан білім беру қазақ тілінде, орыс тілінде және кейбір жағдайларда басқа тілдерде қамтамасыз етіледі. Яғни мемлекет өзі орыс тілінде білім беруді қамтамасыз етіп отыр. Және тек орта білім ғана емес, ортаға дейінгі, яғни балабақшалар, орта білім, жоғары білім, орта арнайы білім, яғни колледж, техникумдар, жоғары білімнен кейінгі білім, яғни жаңағы повышение квалификации дейді ғой, машықтандыру дейді ма, әртүрлі курстар, тағы да басқа семинар, анау мынау, соның бәрі мемлекет тарапынан орыс тілінде қамтамасыз етіледі. Бұл бап нағыз қазаққа қарсы жазылған бап. Бұл осы тілдер туралы заңдағы ең сүмелек, ең жауыз баптардың бірі. Бұл нағыз сепаратизмге апаратын бап. Неге? Өйткені біз орыс тілді мектептерді мемлекет тарапынан қамтамасыз етіп отыру арқылы Қазақстанда кәдімгідей сепаратистерді тәрбиелеп отырмыз. Өйткені сепаратистер тек орыс тілді мектептерден ғана шығады. Қазақ тілді мектептерден ешқашан сепаратистер, фашистер шықпайды. Бүкіл сепаратист, қазақты жек көретін фашист, қазақтың мемлекетін мойындамайтын, тілін мойындамайтын, жерін, тарихын мойындамайтын, оңбаған, сатқын, опасыз фашист сепаратистер бәрі орыс тілді мектептің түлектері. Өйткені ол мектептерде дұрыс тәрбие бермейді, дұрыс білім бермейді. Ол мектептерде мүмкін білімнің сапасы жақсы шығар, бірақ ол мектептерде идеологиялық тұрғыдан жұмыс жүргізілмейді. Қазақтың мәдениеті, әдебиеті, тілі, тарихы дұрыс деңгейде үйретілмейді. Сондықтан сол мектептерді бітіретін түлектер, сол түлектердің арасында сепаратистер көп болады. Сондықтан бізге мемлекеттің қауіпсіздігі үшін бұл бапты өзгерту керек. Ары қарай келесі бап, 18-ші бап, қателеспесем, бұқаралық ақпарат құралдары туралы бап. Бұл да осы заңдағы екінші ең сорақы, ең жауыз бап. Неге? Өйткені мұнда былай деп жазылған. Теле, радио арналарда қазақ тілді контенттің мөлшері 50%-дан кем болмау керек деп жазылған. 50% ғана. Неге 90% емес? Неге 80% емес? Неге 95% емес? 50-ақ қана пайыз. Ол 50%-ның өзін қалай жүзеге асып жатқанын біз білеміз, Сонау 2000-ші жылдардың басынан бастап, осы заң енгізілген кезде, бүкіл теле, радио арналар түнгі 12-ден бастап қазақша әндерді қойып қоятын болды, қазақша бағдарламалар, қазақша әндерді қойып қояды. Ал таңнан кешке дейін бәрі орысша. Міне 50% деген осы. Яғни мұнда ешқандай регламент жоқ, жазылмаған, күндізгі уақытта 50% болу керек деп ештеңе жазылмаған. 50% болды. Және 50% деген ол нағыз сорлық қой. Қазақстанның жерінде жүріп, теле, радио арналар қазақ тілінде тек 50% ғана ақпарат берсе, ол нағыз сорлық, сүмелектік. Және одан басқа тағы бір маңызды нәрсе, мен бірінші рет сол бапты оқыған кезде оны қате түсініп қалдым. Мен ол бүкіл ақпарат құралдарына қатысты айтылған деп түсініп қалдым. Өйткені осы арнада мен бір видео түсірдім, сонда бұқаралық ақпарат құралдарын қарастырып өттім. Мысалы, Тенгри ТВ, YouTube арналарды қарадым, денсаулық сақтау министрлігінің ресми YouTube арнасын, тағы не болды? Зона KZ деген YouTube арнасы. Сонда мен не деп айттым? Мен айттым, бұлар тілдер туралы заңды бұзып отыр деп айттым, бірақ мен қателескен екен. Бұлар ешқандай заңды бұзып отырған жоқ. Өйткені тілдер туралы заңда тек теле және радио арналар ғана 50% эфирді қазақ тілінде беруге міндетті деп жазылған. Ал басқа бұқаралық ақпарат құралдары, ол интернет сайттар бола ма, ол газеттер бола ма, ол YouTube арналар бола ма, олар 100% орыс тілінде бере ме, ағылшын тілінде бере ме, бәрібір қазақ тілінде бірде-бір бағдарлама жүргізбесе де, олар ешқандай заңды бұзып отырған жоқ. Міне, бұл нағыз қазаққа қарсы жазылған заң. Көрдіңіздер ме? Өз тілімізді, өз жерімізде міндеттей алмай отырмыз. Қазақ мемлекетінде қазақ тілін міндеттей алмай отырмыз. Осындай сүмелек, сорлы заңның кесірінен. Сондықтан бізге қазір қазақтарға, бізге Конституциядан орыс тілін алып тастамас бұрын, ең бірінші тілдер туралы заңға өзгерістер енгізу керек. Тілдер туралы заңнан орыс тілін алып тастау керек. Өйткені орыс тілі ол диаспораның тілі, оның басқа тілдерден еш артықшылығы жоқ. Мысалы, оның дүнген тілінен, неміс тілінен, украин тілінен, өзбек тілінен, ұйғыр тілінен ешқандай артықшылығы жоқ. Олардың бәрі диаспоралар. Сондықтан олардың бәрі тең дәрежеде болу керек. Тек қазақ тілінің ғана статусы жоғары болу керек. Мұнда тек тарихи жағдайға ғана қатысты орыс тілінде привилегия бар да, өйткені кеңес үкіметі кезінде орыс тілін бәрі үйренді. Сондықтан ғана, бірақ кеңес үкіметінің ыдырағанына 30 жыл болды. Біз әлі сол инерция бойынша жүрміз. Ешқандай алға ілгері баспай, сол 30 жыл бұрынғы деңгейде, сол деңгейден әлі шыға алмай отырмыз. Әлі көтеріле алмай отырмыз. Міне, сондықтан бізге Конституцияны өзгертпек бұрын бірінші тілдер туралы заңға өзгерістер енгізуді талап ету керек. Нақты қазақ тілінің қандай, мысалы қазақ тілін тек көрнекі ақпаратқа қатысты ғана емес, бүкіл жерде қызмет қазақ тілінде көрсетілуге міндетті деген заң қабылдау керек. Бұқаралық ақпарат құралдарында эфирдің 90% қазақ тілінде болу керек деген сияқты мысалы. Және
тек телерадиоарналар ғана емес, газет, басқа интернет сайттар міндетті түрде қазақ тілінде баламасы болу керек. Одан басқа жаңағы ресми YouTube арналар тағы да басқа. Соның бәрі қазақ тілінде болу керек деген заң қабылдату керек. Білім беру саласында орыс тілді мектептердің бәрін жабатындай орыс тілді балабақшаларды жабу керек. Орта білімді тек қазақ тілінде қалдыру керек. Осындай заңдар қабылдау керек. Тек сол кезде ғана бізде жағдай өзгереді. Ал конституциядан біз қазір орыс тілін алып тастасақ, жағдай өзгере қоймайды. Иә, кішігірім өзгерістер болуы мүмкін. Ол қандай өзгерістер болатынын мен келесі жолы айтып өтемін. Бірақ қайталап айтамын, бізге ең бірінші осы тілдер туралы заңға өзгерістер енгізу керек.